Қайырлы күн, құрметті қауым. Жер бетіндегі кез келген халықтың мәңгілік болып қалуы ұлттық тілінің сақтап қалу болып табылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі. 1997 жылы Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заң қабылданып, республика аумағындағы тілдердің қолданылуының құқықтық негіздері барлық тілдерге бірдей құрметпен қарауды қамтамасыз етіліп, мемлекеттік қазақ тіліміздің мәртебесі белгіленген болатын. Дегенмен, осы күні егемендігімізге 30 жыл болса да, қазақ тілі кеңес заманынан қалыптасып қалған орыс тілінің көлеңкесінде дамып келе жатқаны ащы шындық. Жасыратыны жоқ, тіліміз өз жерінде аса қажеттілікке айналмай, атына зат сай болмай, мәртебесі мемлекеттік тіл болғанымен, қоғамның барлық саласында толыққанды қолданылмай келе жатырған мемлекеттік тіл болып отырғаны ақиқат. Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру, оның қолдану аясын кеңейту арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 14-ші бабының 1-ші және 2-ші бөліктерінің талаптарына сәйкес, азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізу қазақ тілінде жүргізіледі. Сот ісін жүргізу тілі сотқа талап қою арызы берілген тілге байланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. Сол бір азаматтық іс бойынша іс жүргізу бастапқы белгіленген сот ісін жүргізу тілінде жүзеге асырылады. Істі сот талқылауына дайындау кезінде екі тараптың да жазбаша өтініш хаты бойынша сот ұйғарымымен сот ісін жүргізу тілін өзгертуге құқылы. Мәселен, Біржан-Сал ауданында ұлттық қазақ тұрғындарының саны 64% болғанымен, 2019 жылдың 8 айында азаматтық және әкімшілік істердің мемлекеттік тілде қаралған саны 38% болса, ал 2020 жылдың сәйкес мерзімінде бұл көрсеткіш 40%-ді құрады. Бұл ретте 2019 жылы 31 іс бойынша, ал 2020 жылы 17 іс бойынша сот ісін жүргізу тілі сот ұйғарымымен орыс тілінен қазақ тіліне ауыстырылған. Ел президенті өзінің алғашқы жолдауында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезең келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек деген. Кез келген қазақстандық бір-бірімен тек мемлекеттік тілде сөйлесетін уақыт келді. Тәуелсіздік қазаққа не берді десек, санамыз өсті, санымыз өркендеді, рухымыз жанданды. Рухымызбен бірге тіліміздің тұғыры да биіктеу шарт. Сөз жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген халқымыздың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы. Халқымыздың қай тілде сөйлесең, сол тілде ойлайсың, қай тілде ойласаң, сол тілдің жанашырысың. Өсер ел алдымен тілін қадірлейді деген сөздері есімізден шықпаған жөн деп санаймын. Құрметпен Ақмола облысы Біржан-Сал аудандық сотының судьясы Әлібек Оразов. Назарларыңызға рахмет.